Мені көбісі мынандай диплом бар екенін білмейді. Көбісі айхерб сататын, апай айхерб сататын, айхерб па деп келеді да. Негізі дәрігер екенін білмейді. Білмеймін, мен де инстаграм шығармаппын. Еш жерде көрсетпеппін осы дипломымды. Ол интегральный, превентивный и антивозрастной медицинаны бітірді, переподготовка өтті деген. Барлықтарыңызға сәлем. Бұл мың бір кәсіп YouTube арнасы. Бүгін бізде 12-ші шығарылым және қонақта Қазалы ауданында салауатты өмір салтын ұстануды насихаттап жүрген дәрігер Айфара ханым. Қош келдіңіз. Рахмет көп. Айфара ханым, енді бізде жалпы сұрақты қоймас бұрын өзіңізді таныстырып өтсеңіз, мамандығыңыз, отбасы туралы, жалпы сізді қалай тану керек осы ауданның тұрғындары? Бисмиллахи-рахмани-рахим. Ең бірінші осындай подкастқа қонақ қылып шақырған Аллахқа мадақтар мен мақтаулар болсын, пайғамбарымызға салауат болсын. Себебі Аллах еске алған жер ол береке дейді. Және сіздерге рахмет осындай подкастқа сыйлап шақырып жатқандарыңызға. Жалпы мен Құлманова Айфара көп болсын қызы. Ең бірінші Алланың құлымын. Одан кейін барып анамын, жұбаймын, жарымын, келінмін бір отбасының, және біреудің бауырларымын, баласымын дегендей. Жалпы дәрігермін, жалпы тәжірибелі дәрігер және интегративті дәрігермін. Қай жақтан бітірдіңіз, қай уақытта оқыдыңыз? Мен Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университетін 2009 жылы түстім, 2016 жылы бітірдім. 2017 жылдан бастап жетеспей дәрігерлік амбулаториясында участковый врач болып жұмыс жасадым. Бірақ аралықтарында мен декреттік демалыстарда болдым. Және сол 2020 жылы екінші категория алдым жұмыс өтіліме байланысты. Қазір екінші дәрежелі ВОП маманы болып, сол жетеспей дәрігерлік амбулаториясында жұмыс жасаймын. Қазір жасап жатырсыз? Дәл қазір декреттемін. Бірақ өзімнің орным бар сол мекемеде. Жалпы енді толық айтып өтсеңіз, осы ауданға сіңіріп отырған қандай еңбегіңіз, салаңыз туралы? Әзір бір ауданға айтарлықтай еңбек сіңірдім деп айту қате шығар. Енді мен өзім ұстанымым 3 жылдан бері мен интегративный бағыт, яғни белгілі бір ауруларды алдын алу, профилактика дейміз біз медицинада, профилактика жасау және созылмалы ауруларды әрі қарай ушықтырмай, асқынулардың алдын алу, және созылмалы аурулар бізде әртүрлі фазалардан өтеді. Соны ремиссия фазасында ұзағырақ сақтау жолдарын мен Ресей мемлекетіне оқып келдім. Жаңа айтып өткен интегративті дәрігермін деп отырғаным бұл салауатты өмір салтын сақтай отырып, тамақтануымызды өзгерту, өмір салтымызды, режимімізді дұрыстау арқылы белгілі бір ауруларды алдын алу. Осы бағытта аудан халқына, балаларға, аналарға насихаттаудамын. Неге? Себебі осы жолды мен ең бірінші балаларымдағы ауруларды азайту үшін, олардың иммунитетін көтеру үшін, оларды белгілі бір диагноздардан шығару үшін мен осы бағытты зерттеп бастадым. Өзіңізге қажеттіліктен, иә? Неге? Себебі 2019 жылы декреттік демалыста болып, уже 2020-да мен жұмысқа қосыламын, міне мен нағыз карьерамды бастаймын деп отырған тұста тағы да жүкті екенімді білдім. Ол жүктілік менде әлемдік вирус ковидпен бірге қатар келді. Сол уақытта аудан халқына денсаулығын жақсарту мақсатында қызмет жасадық, ковидтің кезінде жасадым. Содан кейін босанғаннан кейін баламда бірнеше ауыр диагноздар бар екені анықталынды. 2020-да босанған қызымда. Одан кейін біз қарап отырған жоқпыз, өзімізден жоғары мамандарға көрсеттік, ғылыми орталықтарға апардық, Қызылорда, Алматы деген сияқты үлкен қалаларда ем алдық. Бірақ қанша ем алсақ та ол бізде нәтиже аз ғана болатын. Үнемі антибиотик аламыз, үнемі гормональды препараттарға тәуелді болдық, үнемі аптекадан жаңа препараттарды алсақ та нәтиже болмайтын. Кейін өзім осы баланы
неге маған берілді бұл деген сұрақты қазбалай отырып осы бағытқа келдім десем де болады. Ең бірінші Ресей елінің дәрігерлерін зерттеп бастадым. Ол кезде маған өте көп жаңағы көмек берген ол Инстаграм желісі болды. Сол Инстаграм желісінен осылай дәрігерлерді көре бастадым. Именно өзімнің баламдағы диагноздарды емдейтін дәрігерлерді зерттедім. Дәрігер емес адамдарды, аналарды да зерттеп бастадым. Олар қандай диета ұстанып жатыр, балаларына не беріп жатыр деген сияқты. Содан кейін барып, осындай үлкен білім иелерін Аллах тағала жолыма шығарып қойды. Кейін 2021 жылы Ресейде Превентич антивозрастной медицина деген үлкен институтқа оқуға түстім, дистанционны. Сөйтіп 2023 жылы оны диплом алып бітіріп шықтым. Және осы жолда алған білімімді мен ең біріншінде айналамдағы туыстарыма, жақындарыма айтып бастадым. Кейін ол білімді әрі қарай дамытқаннан кейін барып практика жүзінде жалғастыра бастадым. Практиковать еттім. Барлық нәрсе дәрігерге практика жүзінде келеді ғой. Бір препарат, бір дәрі, мысалы үшін бір адамға жақсы оң әсерін берген болса, келесі бір адамға ол жақпауы мүмкін, кері әсер болуы мүмкін. Себебі әр адам ағзасы ол индивидуалды. Ол ағзаны біз тек қана бір жүйе деп, тек асқазан ішек жүйесін немесе өкпе жүйесін қарастыратын болса, біз тек осы жүйені ғана әсер етеміз да. Ал оның барлығын комплексті түрде қарап емдейтін болсақ, именно осы ауруға қандай бір себеп әкелді деп қарап соны зерттейтін болсақ, бұл аурудың түпкі себебін тауып, оны жеңілдете аламыз да. Сол жолды мен ұсындым, практиковать еттім. Және енді Аллах нәтижесін беруде мен тек себепкерім, білімімді бөлісудемін. Ресей мемлекетінен алған және өзімнің сол медакадемияда алған базалық білімімді ұштастыра отырып, қазір аудан халқына осындай салауатты өмір салтын насихаттаудамын. Жақсы. Жалпы сіздің алдыңызға келетін шағымдар қандай болады көбінесе? Дәл қазір аналар келеді көбіне менің алдыма. Балаларын иммунитетін қалай көтеремін, балам тамақ жемейді, үнемі антибиотик аламыз балам, үнемі қанша жерден емделсек те қайтадан осындай аурулар жиі кездеседі деген сияқты. Одан кейін қазір өте өкінішті мен жүрегімді ауыртатын бір ауру бар, ол балалардың кеш сөйлеуі, түсінігінің болмауы қазір өте көп болып кетті, неврологиялық бұзылыстар. Сондай аналар көп келеді. Сол аналарға барынша көмектесуге тырысамын. Сондай шағымдармен аналар көп келеді. Жалпы балалардың тілі кеш шығу деп айтып жатсыз ғой, анемия, соның барлығының негізгі себебі қандай факторлар әсер етеді? Маңызды. Ең бірінші, бізде аурулар генетикалық және эпигенетикалық факторлар әсер етеді, жалпы адам ауру пайда болуға. Генетикалық деген ол тұқым қуалайтын және ананың жүктілік кезеңінде балада пайда болған ақаулар. Біз оны мүлдем емдеп жібере алмайтын да аурулар болады, кездеседі ондай. Оны генетикалық аурулар. Ал эпигенетикалық аурулар бар. Ол дегеніміз біздің жүктілік кезінде дұрыс жоспарламау жүктілікті, жүктілік кезінде белгілі бір ауруларды алдын алмау, немесе дұрыс емделінбеуі, одан кейін тамақтануы, ананың режимінің дұрыс болмауы, немесе баланың режимінің дұрыс болмауы эпигенетикаға жататын. Яғни жүре пайда болған аурулар ғой эпигенетика. Ол бізде көбіне кездесетін, ол анемия. Соның ішінде анемияның железі, темір жетіспеушілікті анемия салдарынан болатын аурулар көп. Балалардың енді тілінің кеш шығуы әр балада әртүрлі. Көбіне осы ананың дұрыс тамақтанбауы әсерінен және дефициттерді, ағзадағы минералдардың, витаминдердің дефициттерін уақытында жаппауынан, ұзақ уақыт бойы дефицитте жүруінен және анемияны толық емдемегендіктен болады ғой көбіне. Жалпы осы интегративті дәрігер болуға, осы білімді алуға кімдер себепкер болды, немесе кімдердің көмегі болды?
мен баламның сырқаттануы кезінде сол баламды емдеймін деп жүрген кезде iHerb деген платформамен таныстым. Бұл жерде жаңағы әртүрлі витаминдер, жаңағы баттар бар енді ше. Сол өнімдерді мен қолдана отырып өзім баламнан нәтиже көрдім. Кейін жан-жағыма ұсына бастадым. Сол жолда ең бірінші мен курс алдым қазақстандық дәрігерден. Үйде жолдасымның анасы енем айтты, саған жаңа жылға не сыйлайын деді. Сол кезде айттым, мен мама осындай курс оқығым келіп жүр, соны алсам болады ма дедім. Ол үлкен қомақты ақша тұрды да, енді сол кездегі немен деңгейде сосын жарайды деді. Бірден қолдады. Білім алам деген адамға мен тосқауыл болмаймын деді. Содан сол білімді алдым да, кейін сол білімнен алған әртүрлі витаминдерді қай аурулар кезінде қандай витаминдер ұсынуға болады деген мен үлкен курс сатып алдым. Содан соны практиковать етіп бастадым. Содан әрі қарай менде өте жақсы пациенттерімде нәтижелер бола бастады. Жалпы пациенттерімде емес, тұтынушыларымыздың өзінен бізде өте жақсы нәтижелер болды енді. Бірнеше витаминді ішкеннің өзінен. Содан кейін 2021 жылы мен Instagram желісіне тағы реклама көрдім, осы университеттің рекламасын. Сосын қайтадан келіп, енеме мамаға айттым, мама осындай бар екен, бұл жаңа мен кәдімгідей диплом беретін жаңа университеті бар екен, мен оқиын ба деп едім. Енем тағы айтты, оқы деді. Сен білімді алдың ғой, нәтижесін көріп атсың, қаншама адамға көмектесіп атсың. Ол кезде мен Айзерем 1,5 жаста болды. Сол кезде енем енді Алла разы болсын, ол кісіге үлкен рахметімді айтамын. Жаңағы баламды кәдімгі кеудеден шығарып, баламды алып қалып, мені жолдасыммен бірге оқуға жіберді. Осы тұста неге ма, Ресейге ма? Ресей, Астанада және Алматыда дистанционно оқытады. Ол жерде біз Қазақстаннан жиналған 180 дәрігер оқыдық. 180 дәрігердің 100-і бітіріп шықтық дипломмен. 2 жыл бойы дистанционно оқу арқылы. Қазір ол кісілермен біз әлі де хабарласып тұрамыз. Әр жерде клиникада отырған мықты мамандар. Сол кезде енем қолдады. Сөйтіп біздер оқыдық 2 жыл бойы. Жалпы неге осы саланы таңдадыңыз? Неге дәрігерлікті таңдадыңыз? Жалпы мен мемлекеттік басқаруға түскім келді. Қатты армандадым мемлекеттік басқаруға түсуді, бірақ ол жолда мен грантқа түсе алмайтынымды білдім. Кейін биология мамандығын таңдадым. Сол жоғары балдарды алсам мен грантқа түсетінімді білдім де. Содан грантқа түстім. Бірақ анамның арқасында мен бітіріп шықтым десем де болады. Ол кісі қолдады, бүкіл менің қажеттіліктерімді өтеді. Ешқандай да қосымша жұмыс жасама, тек сабағыңды оқы деп. Себебі медакадемияда мен 4 жылға дейін мама мен болды осы жылы бітіремде шығам оқудан. Мен мұғалімге ауысам, болды оқымаймын дейтінмін. Каждый раз мама деген мені басады, успокоить етіп, каждый раз жібереді мені сентябрь басталғанда. Киімімді алып беріп, әдемілеп сөйтіп жібереді. Сөйтіп мамам жүрді. Содан кейін медакадемияны бітірдім. Бітіргеннен кейін де мен мамандығым жақсы көрген жоқпын. Шынымды айтайын. Жалпы жақсы дәрігер болған жоқпын еңбек өтілімді бастаған уақытта. Неге? Себебі мен ешқандай практикам болған жоқ. Мен 1 жыл декретте үйде отырдым. Одан ол кезде жан-жағымдағылардан сұрайтын, менен бұрын жұмысқа қосылғанда не дәрі беріп атсың, жөтелді деп атыр, не дәрі беріп атсың деп. Сол кезде біздің қазіргі жетеспей дәрігерлік амбулаториясындағы мен бас меңгерушіміз Салтанат апайдың көмегі өте зор болды маған. Кәдімгі үйрететін, мынандай ауру кезінде мынандай дәріні бересің, мынау антибиотик осындай, приказдардың барлығын үйрететін маған деген. Ол жерде одан кейін көптеген сауатты дәрігерлер бар бізде ауданымызда. Сол кісілердің көмегімен мен бастапқы 3 жылда солай жұмыс жасадым. Кейін интегративті бағытқа келгеннен кейін мамандығымды өте қатты жақсы көрдім. Аллахтың маған берген ол нығметі деп түсіндім. Себебі жаңағы 2021 жылы менде көптеген тұлғалық өсулер болды, тұлғалық өз-өзімді іздеу болды. Жалпы мен кіммін деген өз-өзіме сұрақты қойып бастадым да. Сол кезде өзімнің дәрігерлік
салауатты таңдағаныма Аллахтың сондай бір дәрігерлік мамандықты нәсіп еткеніне қатты шүкірлер айттым. Ол жолда менің өзімнің анам базалық білімді берген болса, кейін екінші анам, жолдасымның анасы, екінші бір жаңағы қанаттандырды мені, дем берді. Сөйтіп мен қазір Аллахтың қалауымен жемісін көріп жатырмыз барлығының ше. 2023-те мен жұмыс жасаған кезде прям үйге қайтқым келмейді. Прям энергия аламын. Егер мен бірнеше күн үйде отырып қалған болсам, мен уже жұмысымды аңсап тұрам. Басқа адамдардың маған келген бөлі дейді ғой, запростарын шешуге, олардың жаңа ауруларын, болдарын азайтуға кәдімгідей эмпатия болып тұрады менде. Жалпы дәрігерде ең бірінші эмпатия болу керек қой. Эмпатия деген бізде медицинада диантология деген сабақ бар. Медакадемияда өткенімізде айтатын, көп эмпатия танытыңыздар. Пациент алдыңызға келген кезде ол кісімен ең бірінші сіздер сөздеріңізбен емдейсіздер. Жылы қарым-қатынас танытыңыздар деп бізде медициналық диантология деген сабақта үйрететін апайымыз. Сол себепті енді мен сол ұстанымды ұстанып қалдым, енді бір жаныма жақын болды да. Кәдімгідей ұнайды маған мамандығым. Қазір өте жақсы көремін. Жалпы салауатты өмір салтын дұрыс ұстану үшін қандай әрекеттер болу керек? Нақты, мысалы медосмотр деген сияқты, или мынандай рацион болу керек? Ең бірінші жылына бір рет флюорографиядан өту керек. Себебі қазір туберкулез ауруы өте белең алып жатыр. Балалар арасында да, ересектер арасында. Көбіне бізде қазір жастар, студенттер бітіріп келеміз, ешқандай жерде жұмысқа тұрмағаннан кейін біз медосмотр өтпейміз. Өзіміз үшін біз медосмотрды бір рет жылына өту керекпіз. Мүмкіндік болса 6 айда бір рет чекап өту керек. Менің ағзамда қандай өзгеріс болып жатыр деп. Менде практикамда осы жерде айтып жіберейін, бір случай болған. Ер адам үнемі щитовидкасіне ауа жетпеуге шағымданып келе береді. Эндокринолог маманына барады, гормондарын ішеді, келе береді. Сөйтіп УЗИ сердцаға жібергенбіз. 40 жасында врожденный порог анықталды. Өмірінде ол адам түспеген УЗИға. 40 жасында анықталып тұр. Сонымен 40 жыл бойы жүрген ол кісі. Көрдіңіз, жылына бір рет әр органды УЗИға түсіріп тұру ол қазіргі заманда қажет дер едім. Себебі біз қазір экологиялық аймақтамыз, эндемиялық аймақтамыз, және бізде қазір вирустар, бактериялар жаңа ауада көп, және радиация көп. Бізде қазір гаджеттер, әртүрлі Wi-Fi сәулелері, олардың барлығы магниттік сәуле болғаннан кейін біздің органдарымызға әсер етеді. Сол себепті ең бірінші айтқым келетіні медосмотрдан өту керек. Оның ішінде чекап жылына бір рет немесе 6 айда бір рет өтіп тұрса, мүмкіндік болса, одан кейін флюораға өкпені түсіріп тұрса, және учаскелік дәрігерлігіне барып, әрі қарай жасына сай скринингтік профосмотрлардан өтсе екен. Себебі бізде бюджеттен оған ақша бөлініп жатыр. Біздің медсестраларымыз барады, есіктердің барлығын қағып, бармаймын деп қашатын адамдар өте көп скринингтен. Және уақытылы барып тұратын, жауапкершілігі мол адамдарда баршылық. Қазір өте сауатты заман ғой, ақпараттық заман, көп адам біледі, кейбіреулері білмеуі мүмкін. Просто көбіміз құнттамаймыз денсаулығымызға қарауды, жауапкершілікті. Ең бірінші осыны айтар едім, және екінші ұйықтаңыздар. Ұйықтаңыздар дер едім. Уақытылы ұйықтау керек. Неге? Себебі біз циркадный ритмге бағынамыз. Циркадный ритм деген ұйқымыз дұрыс болу керек, таңертеңгілік тұруымыз дұрыс болу керек. Бізде ағзамызда энергия болу үшін міндетті түрде сағат 22:00 мен 23:00 аралығында, хотя бы осы аралықтарда сіз ұйықтап қалуыңыз керек. Себебі осы уақытта 21:30-дан бастап біздің ағзамызда мелатонин деген ұйқы гормоны бөлінеді. Ол келесі күнге біздің энергичный болып жұмыс жасауымызға әсер етеді, және ұйқымыздың қанып тұруына, таңертең бодрый болып, энергичный болып тұруымызға әсер етеді. 21 ғасырда у всех шағым мол, энергия жоқ. Таңертең тұрамда шаршап жатыр. Даже жаңа туылған бала туу жолынан өту үшін энергиясы жоқ қой. Қазір кесарево сечение неге өте көп? Баланың туу жолынан шығу үшін энергиясы жоқ. Ол деген сөз
вестибулярный аппараттың дұрыс болмауына әсер етеді. А вестибулярный аппарат бізде дұрыс болмайтын болса, біз тепе теңдік сақтай алмаймыз. Гиперактивный балалар көп. Гиперактивный балалар жүгіре береді. Вот тілдің кешігуі, ол баланың түсінігінің дұрыс болмауы, баланың сөйлеуінің кешігуі, артикуляциялық бұлшықеттердің дұрыс жұмыс жасамауы осыдан болады. Ал егер біз анамыз дұрыс ұйықтайтын болса, баламыз дұрыс ұйықтайтын болса, бізде гормоналды фон дұрыс болады да, ал біз энергиямыз болады, жаңағы айтып өтілген процестердің барлығы болмайтын еді. Қарапайым ұйықтау, көрдіңіз бе? Себебі біз мелатонин гормоны осы аралықта ұстап қалмайтын болсақ, бізде стресс гормоны кортизол өте жоғары деңгейде бөлінеді. Содан кейін сіз түнгі 2-3-ке дейін ұйықтай алмайсыз. 2-3-те барып ұйықтайсыз, таңертең 7-8-де ұйқыдан тұрасыз, уже сізде гормон дұрыс бөлінбеді. Бірінші провал кетті ма гормональный, екінші сіз кейбір адамдар айтуы мүмкін, мен 3-4-ке дейін жұмыс жасаймын, ертеңгі сағат 11-12-ке дейін тұрамын, бірақ сағат 7-ден кейінгі ұйқы, ол пустой ұйқы. Организм ешқандай да гормондық байланыстар болмайды. Организм самоисцеление жүрмейді. Көп адамда өтінде застой болады, өтінде тас болады. Неге? Енді қараңыз, сіз түнгі сағат 2-3-те ұйықтадыңыз дедік, таңертең жұмысқа барасыз 8-де, барасыз жұмысқа 7-де тұрдыңыз. Сіз тамақ ішесіз бе таңертеңгілік? Негізі ондай да ішпеймін. Әрине ішпейсіз, себебі сізде жұмыс істеген кезде мен тамақ ішпеймін. Себебі сіз стресс гормоны кортизол бізде ол уже кеш бөлінді де, ол бөлінбейді кортизол. А кортизол бөлінбейді, бізде инсулин гормоны да бөлінбейді. Тамаққа деген тәбет болмайды. Көрдіңіз бе? Лептин, грелин деген тәбет ашатын, қойғанды білетін көп адам. Өзімде де аппетит жоқ кәдімгідей. Таңертеңгілік тәбеттің болмауы деген сөз, бұл ең бірінші таңертең тамақ жемесек, біз өтіміздің қойылануына әкелінетін фактор, ол ең бірінші осы. Көрдіңіз бе? Ағза қалай бір-біріне байланысты. Таңертең сіз тамақ жемей бастадыңыз да, әсіресе майларды жемей бастасаңыз, сіз таңертең уже өтіңіздің толуына сіз жағдай жасап жатырсыз деген сөз. Осы жерден айтайын, мысалы таңертеңгі уақытта май жеу керек деп жатсыз ғой. Осы таңертең қандай витамин ішу керек, обедте нені ішуге болмайды, кешке қандайды ішу керек? Витаминдерден бұрын ең бірінші біз рационымызда клетчатка, белок, жир, углевод болуы керек, КБЖ. Неге? Себебі біз таңертең, бізге энергия керек қой, таңертең кешке дейін біз әйтеуір жұмыстарымыз атқару үшін, сол себепті біз майларды тұтынуымыз керекпіз. Бізге энергия беретін ол майлар. Қазір көп адам баяғы ата-бабамызда кетті, құйрық майды, іш майды, қазыны, қартаны, ішек, қарын, бауырды, су продуктілерді жемейді. Қазір біздер оны жей алмаймыз, оқысаймын, түрін көрсем, уже деген аппетитім қашады деп жатамыз. Вот осы тағамдарды тұтынбағаннан кейін бізде өте застой болып бастайды. Екіншіден біз міндетті түрде осындай қуырылған майлы тағамдар жеген уақытта міндетті түрде қасында жасыл түсті өнімдер болу, клетчатка болу керек. Неге? Біз тамақты жейміз ғой, пайдалы тамақ жейміз, бірақ біздің ішегімізде бактериялар бар. Ол патогенді условный флора бар және пайдалы флора бар. Егер біздің ішегімізде пайдалы флораны көбейтетін болсақ, жасыл түсті өнімдерді жеу арқылы біздің иммунитетіміз жақсы болады, біздің настроениеміз жақсы болады, көңіл күйіміз, тамаққа деген тәбетіміз, витаминдерді ішкеннен кейін де оның сіңімділігі жақсы болады. Ал егер біздің ішімізде паразиттер көп болатын болса, әрине біздерден фастфудтар жейтін болсақ, фрей жейтін болсақ, неше түрлі фастфудтар бар, дұрыс емес тағамдар бар. Көбіне біздің қазақтың рационы таңертең шай ішеді, нан мен май жедім дейді, кішкентай ғана, онда да ол майларымыз спредтен жасалынған майлар, құрамы таза емес. Одан кейін бізде жақсы пряники, печенье, әртүрлі пустой углеводтарға тойып аламыз да, содан кейін бізде жаңадай шағымдар болады. Және осындай пустой углеводтардың барлығы бізге патогенді флорамыздың, яғни паразиттеріміздің өсуіне әкелінеді. Паразиттер біздің ішегімізде көп болатын болса, біздің гормондарымызды, біздің көңіл күйімізді басқаратын олар болады. Жаңа жасыл түсті деп жатсыз ғой, осыны обед, түскі ас және кешкі аста ішу керек. Міндетті түрде. Ол таңертең емес.
иә, міндетті түрде. Таңертеңге май болу керек. Міндетті түрде. Жалпы КБЖУ клетчатка, белок, жир, углевод, таңертеңгілік белок бізде 40% болу керек, жир 60%, 70% болу керек, углевод 20%, клетчатка 100% тарелкамыздың бір бөлігін алып отыру керек. Ал түскі уақытта біздің белогымыз 60%-ға көбейеді, күш қуатымыз үшін жири майларымыз азайып бастайды, 20%-ға 40% болады бізге. Углеводымыз жаңағы кеш қорытылатын углеводтар бар, олар 20% қалады, клетчатка 100% қалады. Ал кешкісінен бізге майлар в основном керек емес, себебі біз ұйықтаймыз ғой, демаламыз, энергия керек емес. Белок, клетчатка, углевод аз дозада болғаны жақсы бізге. Және дені сау, ересек адамға, егер ол кісі емізбейтін болса, ол кісі жүктілік болмаса, осы үш мезгілде тамақтану ол кісіге жақсы әсер етеді. Ал егер бала, жүктілік кезіндегі келіншек, емізулі келіншек болатын болса, перекустар жасауға болады. Әсіресе перекустарға айтып кетер едім, тәттілерді шектеу керек. Жемістер, жаңғақтар, одан қалса овощтар жеуге болады перекустарға. Сосын кешкі уақытқа осы ағарған ішу керек дейді, кальций. Сол дұрыс па? Айран, сүт ішіп жату керек. Жалпы қолдамас едім, ағарған қалай? Егер шұбат ішсеңіз, саумал ішсеңіз, қымыз ішсеңіз, қолдың тұшытылған айран ішсеңіз, болады. Яғни олардың барлығы аминокислоттарға, белоктарға жататын біздің ағзамызға қажетті ингредиенттер. Ал қазір бізде қандай айрандар ішеді? Қандай йогурттар ішеді бізде? Магазинский, әртүрлі фирмалардан жасалынған. Ол фирма заводтарда жасалынады, Одан кейін барып, ол срок годности 2 жылға дейін. Сіз тетрапакетте тұрған айранды 2 жыл сақтап көріңізші. Ол магазинде тұрады, сіздің қолыңызға жетем деген шейін. Сол жағдайға жылдап тұру үшін белгілі бір ингредиенттер қосылады оның ішіне. Оның ішіне антибиотик есебіндегі ингредиенттер қосылады. Себебі ашып кетпеу керек қой, ол көгеріп кетпеу керек. Ал ағзамызға түскеннен кейін біздің керісінше біздің кальцийімізді алып кетеді. Сол себепті қолдың өнімдері болатын болса, тымалақай қолданыңыз. Ал қолдық емес, магазинский болатын болса, шектеу айына 1 рет, 3 айда 1 рет ішуге болады. Бір жағдай болған кезде ішпеген дұрыс. Көбіне қазір балаларда анемия, тістің шіруі, өте көп қой қазір деген тістер деген. Тістен проблема негізі қазір өте балдарда өте көп. Тісі біреуі қисық, біреуі жаңағы ұзын дұрыс өспеу деген өте көп, соның себебі және тез шіріп кетеді. Бұл бірінші ағзаның қышқылдануы. Ағза қышқылданған, ағза тотыққан кезде бізде минералдар бар, ағзаны сілтілендіріп отыратын. Ол кальций, калий, магний деген сияқты, әртүрлі цинк, селен, мыс, мырыш, сол минералдардың жетіспеушілігі. Жалпы ағза неге қышқылданады? Ең бірінші темір жетіспеушілікте анемия болған кезде. Жалпы біздің ағзамыздың өзінің pH ортасы бар. Ол 7 мен 7,5 сілтілі орта болу керек. Бактериялар, вирустар, паразиттер дамымас үшін біздің организм сондай сілтілі ортада болу керек. Бірақ сондай тістері тез шіріп жатырған балаларда ол қышқылданған орта. Оны тексеру керек. Қанша жерден қышқылданған, сонда ол не әсер етеді ондай қышқылдануға? Ең бірінші темір жетіспеушілікті, анемия, гипоксия, O2-ның дұрыс жетіспеушілігі, жүктілік кезінде анасы ұзақ уақыт бойы гипоксиялық жағдайда анемияның әсерімен босанғандығы, кейін нақтыланып, ол емделінбегендігі дұрыс, толық емделінбеген. Біздің дәрігерлеріміз анемияны емдеген уақытта міндетті түрде железо препаратын береді. Берген уақытта көбіне ата-аналармен жұмыс жасаған кезде айтады, дәрігер осындай уақытқа беріп еді, бірақ біз осындай 1 ай іштікте анализдер жақсы болғаннан кейін ішкен жоқпыз деп айтады да көбінеше. Негізінде анемия біз 3-6 ай бойы емдейміз. Бірде толық емдеп аламыз, железо препаратын емдік дозада бергеннен кейін, оны әрі қарай профилактикалық дозада да жалғастырамыз.
иә. Сол себепті толық емделу керек қой организмде біздің тістеріміз шірімес үшін. Ал тіс шірейді қай кезде? Біздің кальцийларымызды тістегі, шаштағы алып кетеді организм үлкен органдарды, бауырды, өкпені, жүректі қамтамасыз ету үшін. А бұлар перифериялық органдар болғаннан кейін айтады, сендер тұра тұрыңдар, мен мына үлкен органдарды құтқаруым керек организм. Ол компенсация дейміз біз медицина тұрғысында. Организм өзінің несін компенсация алады. Делегировать етті деген сияқты ғой. Сіз мысалы үшін мүмкіндігіңіз жоқ, бүгін қонақ шақыруда, повар шақырдыңыз. Сол сияқты. Организм солай жасайды. Жетіспеушілігінен бір-біріне көмектеседі. Иә. Сол себепті біздің шеткер органдарымызда осындай симптомдар көріне бастайды. Ол шаш түсуі, және ол бір анемияға да келтіруге болмайды. Д витаминінің, кальцийдің, магнийдің жетіспеушілігі. Д витамині бізде парагормон, бүкіл органдарымыз үшін қажетті витамин. Осы жерден сұрап кетейін, қазір Д3-ді ішу кәдімгі сән, иә? Екінің бірі толық зерттемей, Д3 ішу керек екен деп жатыр деп барлығы алып шет. Жасқа да, мезгілге де қарамай ішу керек деген қаншалықты дұрыс? Негізінде ең бірінші Д витамин ішкен уақытта анализбен көрген дұрыс. Сіздің деңгейіңіз қандай? Ол сіздің әрі қарайда қандай дозада ішуіңізге қажетті. Ересек адамның дозасы Д3-ға 5000 международный единица, ал балаға туылғаннан бастап 14 күннен бастап біз Қазақстан Республикасының протоколы бойынша біз Д витамин береміз, протокол бойынша Д витамин береміз. Ол енгізілген витамин. Бірақ дұрыс айтып отырсыз, сән болды қазір, әртүрлі үлкен дозада, тіпті уколдарын айына бір рет алыңыздар деп біздің дүкенге келеді кейде. Жоқ, ол дұрыс емес. Себебі үлкен дозада оны активациялайтын, оны сіңіретін біздің бауырымыз, депомыз. Бауырға ол нагрузка түсіреді. Көбіне массажистер айтып жібереді бізде үлкен апаларға, грыжамен, протезиямен ауырып жүрген адамдарға айтады, жаңағы тізе буындарым ауырды, менің осы уколды айына бір рет 3 ай бойы үзбей ал деп айтты деп. Мен ол кезде айтам, апа, дұрыс, бір рет қана алыңыз, бірақ әрі қарай сіз 3 ай бойы алсаңыз, бір уколды 300 000 международный единица, 300 000 доза, сіздің бауырыңыз оны деген ыдыратып үлгермейді. Сол себепті қане анализіңіз дегенде анализ болмайды ғой. Сол себепті бір рет укол түрінде аламыз, егер 20-дан төмен болатын болса, 5-6 болатын болса, конечно, ол кезде укол түрінде береміз. Әрі қарай перорально профилактикалық емдік дозаны дәрігер тағайындайды. Жалпы қай витаминді дәрігердің тағайындауымен алған дұрыс па? Мысалы, мен бір Д3 бір жерден алайын деп барғанда, маған сыртын қарасам, күніне 2 капля деп жазылып тұр. Ал сол сатып тұрған кісі маған 7-8 тамыза бер, бола береді, қазір ешқандай артықшылығы жоқ. Мен ол кезде анализден өттім деп айтқан жоқпын. Бірақ сондай ұсыныс жасады. Сондайларға мен кішкене алдына келген пациентке кеңес берген кезде бірінші анализден өтіп алып барып ұсынғанын қалаймын да. Иә, дұрыс, ол да. Бірақ кейде анализсіз ұсынатын жағдайларда болып қалады. Ол шағымына байланысты, одан кейін көп адамның анализ тапсырып жүруге уақыты да болмай қалады, кейде қаражатта болмай қалады. Сол кездерде егер шынымен дәрігерлік көзбен біз көретін болсақ, витаминдер жетіспеушілігін, ол кезде ұсынуға болады. Негізінде анализсіз бермеген дұрыс қой. Себебі ол біреудің өмірі, тағдыры ғой. Егер кері әсері болатын болса, біз оған қалай жауапкершілік аламыз деген. Жалпы қазіргі уақытта өте кең тарап тұрған, естіп жүрген аурудың түрі қан қысымым көтеріліп тұр дегенді естиміз. Және онкологияның түрлері өте әртүрлі деңгейде, жастарда да, үлкен кісілерде де жиі кездеседі. Осының себептері болмаса қалай алдын алуға болады? Артериялық қан қысымының көтерілуі ол апаларымызда қазір орта жастан жоғары адамдардың барлығында жиі кездесуде. Себебі ол қан айналым бұзылысынан болатын жағдайлар ғой. Артериялық қан қысымы міндетті түрде кардиологқа барып, өзінің гипотензивті препараттарын ішу керек міндетті түрде. Бұл жерде белгілі бір баппен ғана біз не істей алмаймыз, оны емдей алмаймыз ше. Және
қосымша салауатты өмір сақтау керек. Неге? Әртүрлі қазір инсульттардың, инфаркттардың кездесуі осы қан қысымына байланысты, жоғарылауына байланысты. Және егер біз негізгі емнің қасына қосымша спортпен айналысатын болсақ, бұл жерде спорт дегенге біз ойлаймыз тренировка жасау, силовой нелер тренировкалар жасау деп олай емес. Бізде қазір ауданымызда да әртүрлі парктердің жанында әртүрлі тренажерлы жағдайлар жасалынып қойған. Сол жерге барып жасаса спорттар, немесе жаяу жүру. Ең тегін қажетті жағдай ол жаяу жүру. Күніне өз денсаулығына жаны ашыған адам 5 мың, 10 мың шақ жаяу жүру керек. Жаяу жүру арқылы біз қан айналымды жақсартамыз. Және жүрек аурулары бар адамдарға біз айтамыз скандинавский ходьба. Бұрын көретін едік қой кинолардан, әсіресе орыстың әжелері екі қолына таяқ алып алады да жүреді, шаңғының несі сияқты. Вот осы скандинавский ходьба. Неге? Жүрекке күш түсірмейді, нагрузка түсірмейді. Себебі жүрек ауыратын, стенокардиясы бар, қан қысымы бар жандарға нагрузка, физический нагрузканы азайту керек. Физический нагрузка азайған уақытта ол кісілерде қан айналым тұрақты болады. Және эмоциональный фонды жақсарту керекпіз. Ол үшін біз міндетті түрде протокол магний 6 береміз, Е витамин береміз қанды сұйылтып тұру үшін, қан айналым жақсы болу үшін. Және сол айтқым келетін жаяу жүру. Жаяу жүру арқылы, скандинавский ходьба арқылы біздер қан қысымын алдына аламыз. Және екінші, жастар арасында неге қан қысымы көп болады? Ол энергетикалық сусындар. Әртүрлі сахар содержащий сусындар. Бұл сусындар не только жаңағы неге қан қысымының жоғарылауына, инсульт, ишемияға әкелінеді. Бұл онкологияға да әкелінетін негізгі себептің бірі осы әртүрлі энергетикалық сусындарды ішу, үнемі тұтыну. Қазір көп атын айтсаң атын жаттап үлгермей жатырмыз қазір. Әсіресе жолда жүретін біздің ағаларымыз көп ішеді энергетикалық сусындарды. Энергетика және тәтті сусындар. Осыны шектеу керек міндетті. Оның орнына міндетті түрде су балансын сақтап. Біздің ағзамыз үшін су қажетті. Біздің ағзамыздың, көзіміздің өзі 80% судан тұрады. Ал суды ол қайдан алады? Біз сырттан аламыз кәдімгі. Ол өмірдің көзі, біздің тіршіліктің көзі ол су. Сол себепті біздер суды көп әпкелеріміз бізде алып атады, шайдан алып атады, бірақ шайды ішу арқылы, наоборот, біз ағзаны сусыздандыруға әкелеміз. Сол себепті таза су ішу керек. Сілтілі су ішу керек деп айтар едім. Сілтілі су дегеніміз ол біздің краннан ағып атқан суымыз, ол сілтілі су. Бірақ ол жерде енді хлор қосылған не әртүрлі құбырлардан келетін болғасын, енді паразиттер көпті. Сол себепті фильтрден өткізіп, міндетті түрде сілтілі су ішу. Немесе рецепті ол 1 литр фильтрованный суға 2 долька лимон, 3-4 долька мятаны салып, күні бойы ішетін болса, тек цитрусқа аллергиясы бар жандарға қарсы көрсетілім, болмайды. Қалған жандарға бұл сілтілі су болар еді. Клеткаға кіретін су ол бізде сілтілі су. Сол себепті суды тұтыну керек та. Және жаяу жүру керек. Міндетті түрде жаяу жүру керек. Онкологияны тағы сұрай салайыншы. Мысалы, онкологияның ұшырар алдында арнайы бір себептері бола ма? Мынандай болған кезде онкологияға шалдығады. Немесе және мына мысалы 3-ші степень уже онкологияға шалдыққан адамдарға мынандай нәрселерге тыйым салынады деген бола ма? Жалпы онкология өте кеш анықталынатын аурулардың бірі ғой. 3-4 стадияға кеткен кезде ол кезде өзінің белгілі бір химиотерапиялары болады. Әр органы неге? Себебі біз метастаздан қорқамыз. Әр органға метастаз берген кезде ол әртүрлі злокачественный бар, доброкачественный бар, злокачественный түрі болған метастаздар беріледі. Ол не метастаз деген жайылады, ағзаны жайлап кетеді. Әр органға метастаз береді. Көбіне
кездесетін онкология бұл әйелдердің жыныс органдарында болады, иә, әртүрлі сүт бездерінде болады, иә. Онкологияны біз салауатты өмір салтын қалыптастыру арқылы алдын аламыз. Белгілі бір оның симптом болмайды, бірақ именно адамның өзінің қай жерінде онкология болады, шағымдар бола береді ғой. Мысалы үшін асқазан обыр жарасы болатын болса, ол үнемі асқазанына шағымданады. Асқазанға шағымданып жүреді. Егер женскийда болатын болса, үнемі бір етеккірде бұзылыстар болуы мүмкін. Сол себепті міндетті түрде жылына бір рет гинекологтан, мамологтан, терапевттен өту керек. Әйел адамдарда, ер адамдар урологтан, әртүрлі гастроэнтерологтан тек қана мен профилактика жасағым келеді организміме деп бару, ол ұят емес. Оған қысылмау керек. Және денсаулығымызды бірінші орынға қою, ол біздің ұзақ өмір жасауымыздың кепілдігі ғой. Және ол Аллахтың аманаты ғой, денсаулық, біз қамқор болуымыз керек бізді. Онкологияны алдын алу, сол профилактикалық шараларды жақсарту ғой. Бізде көбімізде денсаулық жайында білім жоқ. Біз ауруларды қандай ауру екенін білмейміз. Тіпті біздер жөтелді емдейді ғой. Жөтел ол деген просто ол симптом ғой. Жөтелдің шығу себебі не? Соны емдеу керекпіз ғой. Біздер жөтелді емдейміз. Жөтеліп жатыр, болды, антибиотик бер. Олай емес. Себебін табу керек та, ол кезде ше. Себебі организм өзі сигналын береді. Басыңыз ауырып тұр ма? Неге ауырып тұр басыңыз? Басының ауруына не себеп болды? Тек мына жерім ауырып, аузын жауып, тек антибиотикпен қымтап қоймай, оның жалпы организмнің ауырған жерінен емдеу керек, себебін іздеу. Иә, себебін іздеу керек. Кейбір жағдайлар болады, антибиотик беру керек. Керек, пневмония болып тұрса қалай бермейсіз. Индивидуально, қандай состояниеде тұрғанына байланысты, иә. Мен практикамда қолданамын антибиотикті. Менде балалар, даже мен дүкенге кейде мамашалар өзім тұрған кезде балаларын алып келеді, өкпесін тыңдатып алайын деп, жарайды, кейде көрем, сырыл болып тұрған, сізге больницаға бару керек, бала болмайды, пневмония болып тұр деп, антибиотик алуыңыз керек, қарсы шықпаңыз антибиотикке. Бізде андай не бар да, түсінік қалыптасып қойғанда, мына Инстаграм желісінен антибиотик зло болмайды, антибиотик құртылады. Бет алды антибиотикті беруге болмайды. Бірақ антибиотик керек жерлері бар. Антибиотик керек жерінде қолданамыз. Себебі антибиотик бет алды қолдану антибиотикке төзімділікті тудырады да. Кейін, мысалы үшін, нағыз сол адамға антибиотик керек кезде ол антибиотик әсер етпейді. Әсер етпейтін жағдайлар болады ол кезде. Көрдіңіз, бізде не сефазолин мен митрагелді қосып қойып, екі антибиотик қосып қойып беріп алып жатқан адамдар бар ғой. Дәрігер берді ма деген кезде жоқ, дәрігер берген жоқ, барсаң бәрібір соны береді дейді да. Бізде өз бетімен алатын адамдар бар. Бірақ дәрігер ол екі антибиотик показания болғаннан кейін барып берді ғой. Сіз без показания алып жатырсыз, ол без показания алғаннан кейін ол сізге кері әсер беруі мүмкін. Жарайды, кері әсерін бермеді, бірақ сіздің ішек микрофлораңызда пайдалы бактерияларды өлтіріп тастады ғой. Ал оны қайта қалыпқа келтіру 6 ай уақытты алады. 6 ай уақытта сіз пробиотиктер ішу керексіз. Аптекадан, хилокворт, немесе нормафлориндер, мобио деген метабиотиктер бар, актофлор бар. Әртүрлі сізге қажетті метабиотиктерді антибиотик алғаннан кейін балада үлкен 6 ай бойы ішу керек. Сол кезде біз иммунитетімізді жақсартамыз. Ал бізде олай емес, антибиотик аламыз да, дәрігер жазып береді, бір айға, тез жазып кету керек деп. Тез басып тастау керек деп. Бірақ сіз тез жазыласыз, бірақ 2 аптадан кейін қайтадан ауырасыз ғой. Зачем? Сіз не ананың түбіндегі аурудың өзіне біз көбіне балаларда келеді ғой, солай жөтеліп жатыр, не берем, антибиотик, олай емес. Жөтелдің себебі болады өзі. Сіз су ішіп мына жерде шашалып қалыңызшы, жөтелесіз ғой. Сіз жөтеліңізді емдемейміз ғой біз. Ол просто қорғаныштық рефлекс. Көрдіңіз бе? Сол себепті оны табу. Мұрнына инородный тело кіріп кеткен кезде де бала жөтеледі. Көрдіңіз бе? Раздражать етеді ғой, енді әрі қарай ол жоғары жақта тұрса. Ол сол себепті ол жөтелін емдей бермейсіз, мынаны алып шығару керек. Ерте жастағы балалардың әдеті ғой, мұрнына салатын. Мысалы үшін, сол сияқты да себебін табу керек та. Содан кейін әрі болады.
Жалпы хоббиіңіз бар ма? Немен айналысқанды жақсы көресіз бос уақытта? Шынымды айтсам, бос уақытым жоқ деймін ба. Бос уақытымда көбіне балалармен өткізгенді жақсы көремін. Балаларыма көп внимание бергім келеді. Және өзіме оңаша қалғым келеді. Осыны көп практиковать етіп жүрмін, бірақ көбіне мүмкіндік болмай қалады енді. Бірақ осы өз-өзіммен мен қайда бара жатырмын, ниетім қалай болып жатыр, шынымен мен дұрыс бағытта келе жатырмын ба деген сияқты. Осы нәрсе негізі қазір көп адамға керек сияқты. Тек көзін жұмып алып, таңнан кешке дейін шабылып жүріп, өз-өзімен сөйлесу, оңашада қалу деген көп адамда негізі байқалмайды. Қайда баратырмын, не істеп жүрмін деген сұрақты көбісі өз-өзіне қоймайтын сияқты. Енді жайлап келе жатқан сияқты. Себебі тұлғалық өсу. Біз бұрын мектеп сатысында оқыдық қой, тұлға деп оқыдық. Тұлға қазір ол біз екенбіз ғой. Тұлға біз өзімізді тұлға есебінде көрсету үшін біздің эмоциямыз дұрыс болу керек, біздің сөз саптауымыз дұрыс болу керек, біздің ішкен затымыз, біздің құндылығымыз қоя білген өмірде, біздің балаларымызға берген тәрбиеміз дұрыс болу керек деген сияқты. Осы жолда уақытым бір бола қалса, осы сұрақтарға жауап іздеп бастаймын. Көбіне сол уақыт болмай қалады, уақыт шектеулі. Жақсы. Жалпы енді айтып жатсыз ғой тұлға деп, сіздің бір жақсы көріп көретін, ұсына алатын үлгі ретінде тұлғаңыз болмаса подкаст, кітап сондай бар ма? Білмедім. Көп қой негізі тұлға есебінде. Әр адам ол өзіне тұлға. Әр адамның өзінің жүріп өткен жолы бар. Қиыншылығы бар, жақсылығы бар. Әр адамның өзінің айтар бір ойы бар. Сол себепті әр адам өзіне тұлға дер едім. Сүйіп жақсы көретін тұлғам ол пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Әлі өмірін аяқтадым деп айта алмаймын. Өкінішке орай енді әлі аяқтай алмай жаттым. Бірақ одан артық бізге қандай тұлға керек деп ойлаймын. Және подкастта көбіне Малика ұстаздың дұғалар подкасты өте қолым босай қалса сол подкастты қосып қоямын. Медицина саласында бізде Салтанат Қошқарбаева эконы ең бірінші Қазақстанға келген, қазір көп адамдарға ана болу бақытын сыйлап жатырған сол кісінің айтар ойлары мен үшін маңызды. Себебі бір жылдары гинеколог болғым келген. Сол шында мекен медицина саласында білу үшін, одан кейін көбіне психологиялық подкасттарды көбіне тыңдауға тырысамын. Қазір ғылыми психологияны зерттеп жүрмін. Психоанализ бағытындағы, аналитика бағытында психологияны зерттеп жүрмін. Сол салада көбіне подкасттар тыңдауға тырысамын, мүмкіндік болса. Және өзім медицинам. Себебі медицина күннен күнге дамып бара жатыр. Кешегі 2021 мен 23-те алған білімім уже қазір маған аздық етіп жатыр. 2024-2025 жылы уже басқа да медициналық университеттерге түсуді жоспарлап жүрмін. Алла қаласа, болашақта. Күннен күнге дамып жатыр ғой медицина. Себебі қазір білімнің заманы болып тұр ғой. Ақпараттық заман, білім алу қазір өте доступны, қолдайтын адамдар да өте көп қазір білімді. Сол себепті. Жақсы. Қазіргі таңда енді әлеуметтік желіменен сіздің жұмысыңыздың қандай байланысы бар? Әлеуметтік желі ол өзіңді жаңа айтып тұлға есебінде таныстыратын құрал ғой. Мысалы үшін мен жетіспейде жүрсем, әлі де мен жаңағы белгілі бір қалай айтсам екен, әлеуметтік желі арқылы адам өзін тұлға есебінде көрсетеді деп ойлаймын. Әлеуметтік желінің өте көп несі бар, пайдасы бар. Біздің жетіспейде болсын, аудандағы, жалпы республикадағы дәрігерлердің барлығы өзінің азаннан кешке дейінгі жасап жатқан жұмысын әлеуметтік желіге шығарса, көрсетсе, негізінде ешқандай пациент ол кісілерге жаңағы шағым айтпас еді. Шағым айтпас еді, дөрекі, жаңағыдай не деп айтпас еді. Себебі ол кісілердің Инстаграмнан тыс
жасап жатқан еңбегі өте көп халық үшін. Мысалы үшін қазір қаншама адам роддомда босанып жатыр. Не только дәрігерлер, медсестралар бар, медбикелеріміз бар, одан қалса санитарлық біздің жағдайымыз жасап жатқан апаларымыз бар, кіші медбикелер бар. Тіпті мына шоферлар скорыйда жүрген қыстыгүні қырауда ол кісілер мысалы үшін инстаграмға түсіріп отырса еңбегін барлығымыз жақсы көрер едік. Себебі не только дәрігерлік тарапта қаншама жасап жатырған еңбектер бар, просто ол көрсетілмейді да, сосын көрсетілмегеннен кейін біз көзімізбен көрмегеннен кейін ол кісілерді құнсыздандырамыз. Ал біздің білімімізді, еңбегімізді жасап жатырған әрбір ісімізді көпшілікке көрсететін құрал ол қазір осы камера, телефон болып тұр ғой. Көбіне қазір негативті де көрсетіп жатыр, позитивті де көрсетіп жатыр. Енді әр адам өзіне фильтр қоя білуі керек деп ойлаймын. Бір жылдары менде осы инстаграмнан фанатизм болған. Мен мойындаймын, енді көпшілікке де мойындайын. Тек осы интегративный бағытпен, баттармен ғана ем алып, тек осымен ғана чудо болып, ойбай антибиотик алуға болмайды деген позицияны мен де белгілі бір уақытта бір 3-4 ай ұстанғанмын. Келдім да, енді Аллахтың қалауымен қайта балдарыммен больницаға түсе берем ғой. Балдарым больницаға түсіп қалады. Әйтеуір бір жағдайлармен больницаға түсіп қала берді. Ойландым сосын, неге мен Аллах тағала осы больницаға әкеліп тастап жатыр, мен қайта еще мені де мұқтаж күйде әкеліп тастап жатыр деп ойландым да. Оказывается, мен ол кісілерді құнсыздандырып жатыр екенмін да. Сондықтан уже түсіндім. Содан кейін барып мен өзімнің әрбір назначениеме неме фильтр қоя бастадым. Қазір ойлайтын шығар, мен интегративный бағыт өзінің магазині бар, только магазинде витаминдерді ғана как сату есебінде не істейді деп ұсынады деп ше. Олай емес, мен пациенттерім де тұтынушыларым да біледі деп ойлаймын. Аптекадан да қосу керек па сіздің жағдайыңызда, мен аптеканы қосамын. Ал сіздің жағдайыңызда аптека емес, более-менее жеңіл болып баттар көмектесетін болса, мен баттарды ұсынамын. Ал баттар жоқ, мүлдем керек емес, только аптека болатын болса, немесе сіз уже стационар жағдайға жүгіну керексіз бе, мен жолдаймын стационарға. Стационарда да айтып өтейін, болашақта әуелі Алла ол кісі өз білімімен шығады деп ойлаймын. Стационарда бірнеше дәрігер бар, осы интегративный бағытты менен практиковать етіп, үйреніп, наставник есебінде істеп жатқан дәрігерлер бар. Не только менен де бөлек басқа дәрігерлерден алған дәрігерлер өте көп, узкий мамандар көп. Ол кісілерде енді уақыттары жоқ. Сол себепті олар инстаграм желісіне шыға алмай жатыр да. Бірақ ондай мамандар өте көп. Оны болашақта мен инстаграмда көрсетем деп ойлаймын, ол мамандарды да. Жаңағы инстаграмның, әлеуметтік желінің әсері деп жатыр ғой. Мысалы біз осы жақта тұрып, жаңағы сіз айтып жатқан кісілерді білмейміз. Осы инстаграмның кәдімгі көмегі, сізді көріп тұрмыз, мысалы, сіздің жұмысты ғана көріп тұрмыз. Ар жағындағыларды біз көріп тұрған жоқпыз. Сол себептен қай сала болса да, әркім уақытына байланысты өзінің жұмысын қазіргі уақытта көрсету керек сияқты. Дұрыс айтасыз. Көрсету керек. Ұялмау керек. Мүмкін олардың жұмысы біраз білімі бар, бірақ біз оны ала алмай жатырмыз. Ол кісілерде және бір 15 минуттық, 20 минуттық приемда ол білімдерінің барлығын көрсетіп те үлгермейді. Көрдіңіз ба? Сол себепті ұсынар едім дәрігер әріптестеріме инстаграм жүргізіңіздер деп, және айта кеттіңіз, әрбір осылай алдыға қарай шыққан тұлғаның артында қаншама оның артында қолдап тұрған адамдары бар. Мысалы, менде жолдасым, отбасында қайнапаларым бар, өзім бауырларым бар, аналарым бар, олардың барлығы мені қолдамаған уақытта, әрі қарай мен мысалы қанша күн бойы оқуға кеткен уақытта үйде қайнапам бар, бізде жақын тұрамыз, балаларымның барлық нелерін, тамақтарын, жуынуын, ол кісілердің гигиеналық шараларының барлығын маған көмектескен. Мысалы, сол кісілер бауырларым бар, мысалы, үнемі жолда болған кезде балаларыма өсуіне көмектескен да. Және жолдасым бар, кәсіптің, мен мысалы кәсіптен ешқандай да түсінбеймін мен.
жолдасым жасайды мен кәсіптік жағдайлардың барлығын. Мен тек біліммен бөлісу менікі. Қажет препараттарды әкелу, мынаны әкелмеу, мынаны әкелу, саралап шығару, тек қана қалған налог не деген жақтардың барлығын жолдасым жасайды, жолдасым финансировать етеді, ол жағының барлығын. Сондай да. Сол себепті ол менің инстаграм арқылы өстіп қазалыға білімімді бөлісіп атқаным, жалпы халыққа пайдалы болуымның артында, менің артында қаншама осы кадрдан тыс жандар бар. Ол кісілерге Алла разы болсын, ол кісілердің де еңбегі бар, иә. Сол себепті оны айтып өте кету керек деп ойлаймын. Келесі сұрақ, жалпы өзіңіздің осы Қазалда атқарып отқан дүкеніңіз бар, иә, сол туралы сипаттама беріп жүрсеңіз. Инстаграм бар, адресі бар. Бізде таза ағза экомаркет, тек құрамы таза, витаминдер, баттармен және тағамдарды ұсынатын дүкеніміз бар. Аты да айтып тұр, таза ағза деп. Дүкенді ашар алдында өте көп ойландық. Сонан жолдасым ұсынды осы атты. Маған да ұнады. Ағза таза болғанда қана, таза құрамды тағамдар жегенде қана біз денсаулығымызды жақсы деңгейге шығарамыз. Көптеген ауруларды алдын аламыз деген мақсатпен халыққа пайдалы болу. Адресіміз Талап автостанцияға қарама қарсы, Лилия салонының жанындамыз. Бұрын біз Алтын Орда қонақ үйінде болдық, қазір орнымыз ауысты. Дүкенімізде таза құрамды витаминдер, баттар, даже аптекалық препараттарды ауыстыра алатын басқа елдің препараттары бар, және тағамдар бар. Әсіресе аллергиясы бар, тәтті болмайтын, бидай ұндары болмайтын жандарға арналынған ұндардың түрлері бар, әртүрлі тәттілер бар, барлық тағамға қосатын қоспаларының барлығы бар. Жалпы сол таза ағза деген аккаунтқа кірсеңіз, ішінде сілтеме, WhatsApp-қа және де адресі барлығы толық жазылған, сол жақтан көрсеңіздер болады. Және соңғы сұрақ, біздің каналға бір сын пікіріңіз болса? Өте қолдаймын осындай подкасты. Көптен сіздердің шақыртуларыңызға мүмкіндік болмай жүреді. Кешірім сұраймын, уақыт тапшылығына байланысты. Маған ұнады сіздердің еңбектеріңіз. Бірнеше подкасттарыңызды қарадым, үнемі қарап отырам жаңадан шығарған кезде. Бұл кәсіпкерлердің халық үшін жасап жатырған әртүрлі саладағы мамандардың еңбегін кеңінен көрсету, халыққа жақындату. Тұлға есебінде халықпен таныстыру, және көпірсіздер ғой сіздер. Халықпен маманның арасындағы, кәсіпкердің арасындағы көпірсіздер. Себебі біз кәсіпкерлерді әлі де біз танымаймыз. Ол не мақсатта жасап жатыр, оның ішкі ойын, сол саланың ішкі кухнясын білмегеннен кейін біз көп ол кісілердің ақыларына кіріп кетуіміз мүмкін. Соны алдын алу мақсатында және таныстыру мақсатында подкаст өте жақсы шығарылған. Жарайсыздар, Алла береке берсін кәсіптеріңізге. Үнемі айтар ойларыңыз тың болсын және адамдарға пайдалы, берекелі болсын. Жалпы және біздің мақсатымыз, мысалы Қазалы ауданында көп кәсіпкерлер бар, адамдар, халық көбіне сырттай таниды да, толық оның қалай жасалғанын бір оңай болып сол жерге отыра салған сияқты қылып, кейбір кезде солай артынан сын пікірлерді естіп жатамыз. Сол мақсатта да бір жағынан еңбегін көрсету, жалпы оның ойы қандай, істеп жатқан әрекеті қандай, тек қана сырт көзбен көріп өтпей, оны толық тұлға ретінде халыққа жақындату. Және де сіз де осы сияқты жасай аласыз деген сияқты, ол да сіз сияқты адам деген сияқты. Осы мақсатта біз осындай подкастты ашқан болатынбыз. Бізге келіскеніңізге көп рахмет. Сіздің артыңыздан да біраз жүгірдік, әбден уақытыңыздың болмағанына қарай. Ісіңізге береке тілейміз, табысты болыңыз, әрдайым халыққа осылай жанашыр болып, қолдау көрсетіп, көмегіңізді, біліміңізді аямай жүріңіз. Сізге көп рахмет, бізге қонақ болғаныңызға. Сау болыңыз. Сіздерге де рахмет, машалла. Мысал үшін, осы подкастта да, мысал үшін, Нұргүл ханымның еңбегі көрінбей қалып жатыр, мысал үшін. Сол сияқты осындай еңбектері көрінетін, еленетін,
айтар ойларыңыз халықтың жүрегіне жететін және халық сұрап жүрген, іздеп жүрген мотивация, идеялар көп бола берсін. Машаллах, Аллах береке берсін. Сол, шақырғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар, подкастқа тіркеліп отырыңыздар. Егер комментарийді сұрақтарыңыз болса, дәрігерге қойып кетіңіздер. Мен инстаграм парақшамды қыздар белгілейді төменге. Сұрақтарыңызды қойыңыздар. Дүкенге келсеңіздер, сіздерге қызмет көрсетуге, сіздердің келген болдарыңызды шешуге Аллахтың қалауымен ең бірінші тырысамын. Сау болыңыздар, рахмет көп уақыттарыңызды бөлгендеріңізге.